Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен 2 қасық майонезден жасалатын дәмі тілі үйіретін осындай үлпілдек бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Мұнда сіздер майонезді қаймақпен де алмастырсаңыздар болады. Ол үшін бізге ең әуелі 2 ас қасық майонезімізді ыдысымызға салып, үстіне 250 мл жылы суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды және 2 ас қасық шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 15 мл сұйық майымызды және 1 жұмыртқамызды салып араластырамыз. Енді 1 ас қасық дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа жылы жерде қалдырамыз. Минутта осылай көтерілуі тиіс. Енді осы араласқан массамыздың үстіне 500 грамм ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, жақсылап қамырлаймыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып 1 сағатқа жылы жерде қалдырамыз. Осындай болып көтерілуі тиіс. Көтерілген тестамызды енді 2 бөлікке бөліп домалақтап аламыз. Енді қамырымызды жайып, өзіңіз қалаған формаға келтіріп, кесіп аламыз.
кесіп алған бауырсақтарымызды қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз осындай қып-қызыл, дәмді, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өздеріңіздің туысқандарыңызды, жақын жандарыңызды істеп қуантыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.